Тіпті кей зерттеулер құрманың тез қорытылып, аштықты азайтатынын, сол арқылы салмақты бақылауға көмектесетінін көрсетеді. Ораза кезінде құрманың ерекше бағалануы да тегін емес. Ол ағзаға тез қуат беріп, әлсіреген денені қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар іш қату кезінде пайдалы, қан қысымы мен холестеринді қалыпқа келтіруге ықпал етеді деп саналады. Кальций мен темірге бай болғандықтан сүйек әлсірегенде, анемия кезінде де ұсынылады. Кей зерттеулер құрма мидың жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін арттыратынын айтады. Қызығы, көптеген танымал спортшылар да күн сайын бірнеше тал құрма жейді. Себебі құрмадағы табиғи қант кәдімгі қантқа қарағанда әлдеқайда пайдалы, энергияны ұзаққа жеткізеді. Ол сүйек пен бұлшық етті нығайтып, иммунитетті күшейтеді, жөтел мен тамақ ауырғанда да жеңілдік береді. Тіпті кей деректерде құрманың қорғаныш қасиеті бар екені де айтылады.